Маңғыстауға алғаш рет африкалық 10 түйеқұс жеткізілді. Ақшүкір ауылының әкімдігі түйеқұс бағумен шұғылданатын шаруа қожалығын ашуға жер бөлгелі отыр. Ал мал дәрігерлер болса экзотикалық құс туралы білімдерін тереңдетуде. Тауық пен үйрекке қарағанда түйеқұстың машақаты аз. Азамат Оразбаев ерекше құстарды асырауға не түрткі болды деген сауалға осылай деп жауап қатты. Мыналар 2 айлық балапандар, бірақ олар тез жетіледі, тәулігіне 1 сантиметр өседі. Ал үлкен түйеқұстардың бойы 2,5 метрге дейін жетеді. Азамат өзінің көптен бері ерекше кәсіппен айналысуды армандағанын айтады. Құстарға күтім көрсету жайлы интернеттен білген ол балапандарды Алматыдағы түйеқұс қожалығынан тапсырыспен алдырған. 3 күннің ішінде келді, бірақ 1 жыл күттік қой. Ары қарай ойым вообще ферма ашу. Етін сату жоқ жоспарында, жалпы жоспарында сол балапандарын сату и экскурсиямен айналысу. Азамат жергілікті билікке көмек сұрап барғанда ауылдағы әкімдік қызметкерлері оның ойын алғашында қалжың деп қабылдапты. Көздері жеткеннен кейін ғана ерекше бастаманы қолға алған іскер жігітке қол ұшын беруді жөн деп тауыпты. Жер сұрап келді, ол жер бойынша біз түсіндіріп барлығын айтып жібердік. Бізге өтініш түскеннен кейін арнайы аудандық жер бөлу комиссиясында қаралады, содан кейін жер беру рәсімделеді. Жақын арада африкалық құстарды мал дәрігерлері тіркейді. Жергілікті зооветеринарларда құстың бұл түрімен бірінші рет ұшырасып отыр. Сондықтан түйеқұстарға мал дәрігерлік көмек көрсету жөніндегі білімдерін жетілдірмек. Алдағы уақытта осы тері ауруы мен басқа да аурулармен айналысып жатқан сондай болып жатқан жағдайда оны міндетті түрде біздің ветеринариялық мамандар егу жұмыстарын жүргізіп, ары қарай өзінің тәжірибелерін арттыра береді. Түйеқұстар аптап ыстыққа да -25 градусқа дейінгі суыққа да шыдайды. Жақында кәсіпкер құстарға арнап қысқы кепе салмақ. Әзірге олар қорада жүр. Жаңа жылға дейін түйеқұстар саны тағы 20 балапанмен толығады. Гаухар Мекбаева, Ольга Золотых, Астана телеарнасы.